Кеш жарық, қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Омикрон құдаша келді ма? Ойбай келмесін. Бұл өмірде байлар ешқашан ауырмасын. Ойбай, олар қай жер қалай ауырған білім точка запятаясына дейін біліп отырады. Что-то азында кішкене мына жерім шың деп еді. И түстен кейін мына жерім тың ете қалды дейді. Қалай біледі? Страшно біледі. Сенен тұрып қалған резко и мына жерім тың ете қалды дейді. А сен ауырсаң, сен өтірік ауырасың. Кішкене ұзыннан түсіп көрпе жамылып жатсаң, анауым қайда, мынауым қайда, біреу суда ағызып жібереді мына жерде. Одан өз бір жаққа кетіп бара жатқан шапкасын таппайды. Сонымен кетіп барады. Кет, мен жігіттер келіп тұр, сыртқа шықпай айтайын. Не, кәстете бермей тұрсайшы болуын. Бала-шаға ие бол. Бесінші бір дәрі-дәрмек анау керек болса айтасың ғой. Беріп жіберем дейді. Жоқ, рас қой. Өзің 39 температураға былқ етпегеннен кейін оның 37 температурасы саған түк емес та. Сіңген ішіңен болмайтын нәрсені әңгіме қылмашы. Пәленде жоқ дейсің да, деп жүресің ғой ары бері. Себебі оны нервы ұстайды, е? Мені өтірік ауырып отыр деп отырсың ба, е? Ерігіп жатыр ғой дейсің ба, е? Қарамайсың ба, е? Әкемейсің ба дәрінде? Бүйтпейсің ба, е? Сөйтпейсің ба, е? Деп ойбайды саған. Себебі ойбай ауырыптымыз дейсің да, үндемейсің. Иә, бопты дейсің да ішінен, иә. Майда әкеш, дәрін әкеш деп балаларға. Әкеш, анан әкеш, мынан әкеш деп сылап сипайсың. Бәле қылады. Жоқ, ойнап отыр ғой деп ойлайсың ғой демейсің. Ергіншілік деп отырсың ғой демей. Ары өтсең қарамайсың, бері өтсең қарамайсың. Бәле қылады. Күлесің, е? Олардың ауырғанын естіп отырсаң, Құдай біледі, толғатып отыр ма деп ойлайсың. Туып қоя ма деп ойлап қаласың, е? Жаман айтады. Бұлай сырқырап сүйектер сырқырайды. Аурудың не екенін білмейді олар. Білмей өтсін. Солар бар ғой, бір күнге біздің орнымызға әйел болса. Бергеше деген кезде олар талып қалады. Орнымыз бір күнде ауысып кетсек кино сияқты. Бергеше бер деген кезін өзіне талып қалады. Көгіліп талып қалады. Біздің жанымыз сыр. Қазақ бекер айтпаған ғой. Әйелдің 40 жаны бар. Құдай біледі. Мен айтам 40 емес 80. Потому что біз анша-мұнша температураны, аяғына сыз өткенді, белінің ауырып жатқаны, біз онша-мұнша елемейміз. Біз туып алғанның өзінде ұзынымыздан түсіп жатқымыз келмейді. Сразу үйімізге жібере салсайын деп тұрамыз ғой. Больницадан прямой үйімізге келсек қой деп, тіленіп осы үйде не болып жатыр екен. Бір жерде тағат тауып отырмайсың ғой. Отырған моментте уже менің ойыма келе береді, үйдегілер не істеп жатыр екен. Больницаға барсаң, әйелдер келіп врачтардың жанашып, ойбай, мынаны жіберме, скорый шақырт осы жерден. Мына деңгелестің давлениесі 140 дейді ғой. Ана қатын тоқтайды. Мен айтып жатыр, давлением сондай екен. Отырды. Білмейді, ол ауырып та отқан жоқ, сезіп те отқан жоқ, алып кететін жын ұстап отыр. Әлі роддомның пакетінде дайындаған жоғын, қайыршай бекер келдім деп кейінен өкініп отырады. Қазір ауылдың еркектерінің кейбір ұзыннан түсіп белін ауырып жатады. Отын да шығарып жатыр, күлін де шығарып жатыр, малды да жайғап жатыр, боқты да шығарып жатқан әйелдер бар. Күйеуімнің белі ауырады дейді. Қарамайсың ба? Өзінің белі ауырмайды. Терминатордың қарындастары ғой. Баяғыда біздің ата-бабаларымыз, апаларымыз кәдімгі жерде шоқталып қолмен бүйтіп пешке фук лақтырып жіберетін болған ғой. Бізге просто шоқ болмай тұр, әйтпесе бізде ұстайтын ек қолымызбен ше.